Hello guys, бүгін мен слот алуға келдім. Half марафон, жартылай марафон жүгіреміз ертең. Бүгін 19-ы. Яғни слот деген арнайы нөмір болады. Сосын сумочка арнайы. Сондай нәрселерді алып кетуге келдім. Stay tuned. Мысалы марафон туралы қалай қатысады, анау-мынау, короче, айтылады. Да. Бұнда экспо өтіп жатыр екен. Сатып та жатыр, таратып та жатыр. Сумкамды алдым. Барлығы өте күшті, өте оперативно. Ешқандай кезек анау-мынау болған жоқ. Бәріне қайырлы таң. Диназ. Азел қайда? Артында міне. Біз Диназ, Азел және Альбина командасымен марафонға келдік. Бұл үшеуміздің де бірінші рет жүгіргелі жатқан экспириенсіміз. Және айтып жатыр, 40 елден адамдар келген. Жаңа бір адамдар фотоға түсірдік. Филиппиннан келген. 21 километр үшін Қазақстанға бірінші рет кетті. Сондай. Адам көп. Уже қазір айтам. 58 кетті. 2 минутта бастаймыз. 2 километр. Сейчас все нормально. 3 километр. Километр. Қиын емес мұндай. Просто сила воли. Яғни ерік жігердің әңгімесі да мына жерде. Жүгіру ондай қиын емес, просто тұрып қоя салғың келеді. Любой нәрсе солай шығар. Жан жағында адамдар жүгіріп жатыр ғой. Вот солар чуть-чуть не береді, айнаңа қарап, алдыңдағы адамдарға қарап, мотивация аласың. 5 километр. Мен 5 пен 6-ның арасын жаяу жүріп, жай порспен жүріп өтем деп шештім. Себебі бірінші жүгіріп жатқасын перерыв алайын деп шештім. Алтыншы километр. Мен аман жерде өтіп жатқанда түсіруге ұмытып кетіппін. 7 километр. Сегізінші километр. Все хорошо, все супер. Просто ана жерде ана жерде бір үлкен апай кетіп жатыр. Біз жүгіріп жатыр, ол жолдың шетімен барады. Бізге қарайды, тәбет көрсетті. Еріккендердің ісі ғой мынау дейді. Өзімді қызық сезім қалдым. Бірақ түсіндім, басқа мына адамдар точно ерігіп жүрген жоқ.
Мен точно еріккеннен жүрген жоқпын. По-моему, наоборот, басқалар туралы сондай ойда болмас үшін как раз таки ерігу керек. Как раз таки все нужно попробовать. Білесің ма, мен үшін не мотивация? Мен үшін, вау, но в будущем там балаларым болып жатса, и в будущем жүгіремін мен марафонда. Но сонда да типа, мен мамам бұрында марафон жүгірген екен деп айтса, мен үшін вот сол қалай признание болады. Не знаю, не үшін ойлайтынымды, бірақ сол. Потом что? Сол 9-шы километр. Минус 1 километр қалды. Ертеңмен әкес қандай тамаша көрді. Скандинавтар расымен де вип-персоналар дейді скандинавтар. Молодец. Бұдан қара. 29 сағат 29:26. Здравствуйте, мы вас поздравляем. Спасибо большое. Кстати, галочка. Бұл біз финишировать еттік. Қалай болсан? Күшті, тема. Қиын болған жоқ па? Біздің де біз екеуміз де бірінші рет жүгіріп тұрдық. Басқаларға жүгіруге кеңес бересің бе? Рекомендацион. Дайындалмай жүгірсе ше нормально? Стрём. Но чуть-чуть дайындалыңдар. Всем hello. Мен келдім. Міне менің медалям. Кешеден бері біртүрлі бір апатия болып өзімді түсінбей жүрмін. Мына роликтің инстаграмға шығады ма, ютубқа шығады ма, оны да білмеймін, бірақ түсіріп қояйын. Кеше сөмкені слотты алғаннан кейін сөмкемнің ішінде не барын да түсірген жоқпын. Кешегі дайындықты да түсіргім келген жоқ, себебі көңіл күйім болған жоқ. Сөмкенің ішінде не болды қысқаша айтайын? Алма салды, мед салды, снектер, сок, андай бір чанки деген печенье болды. Сондай нәрселер. Бүгінгі марафон өте жақсы өтті. В целом, меніңше дайындалмасаң да алып шыға аласың. Енді күнделікті жүресің ғой, енді бәрібір сонда да. Меніңше, главное өз-өзіңе сеніп тұрсаң, қатысу керек. Кейін тағы не түсіндім? Бұл еріккендердің ісі емес, бана айтқанымдай. Типа, ол жақтағы адамдардың басым бөлігі жұмыс істейді. Неше түрлі компаниядан келді, я. Бұл просто бір қызығушылықтары бір адамдардың қосылып, сондай бір күшті активите ұйымдастыруы. Аннады не болса да өте жақсы нәрсе екен, советую қатысыңдар. Қандай да бір мәрені, немесе қандай да бір мақсатқа жеткеннен кейін адам өз-өзіне көңіл толады. Солай адам өз-өзін тірі сезінеді. Сондықтан осындай физикалық жаттығулар сонысымен маңызды деп есептеймін. Так что қатысыңдар, всем советую.